Қайырлы күн ханымдар, бүгін мен сіздерге 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап өзгерген заң бойынша ай сайын осы суммаларды төлеп отырасыздар. Яғни пенсионкаға 54.444 теңге, социальное отчисление 17.150 теңге, медстрахование 4.900 теңге, және де кассаға 1.400 теңге, және де налогқа 8.175 теңге төлейсіздер. Және де общий суммасы 86.069 теңге болады. 12 ай бойы 86.069 теңгеден 86.069 теңгеде төлеп отыратын болсаңыздар, сіздерге 1.852.200 теңге дорадовой шығады. Яғни 12 ай бойы төлеп отыратын болсаңыздар, сіздерде шығын 1.032.828 теңге болады екен общий шығын. Және де сіздер сәйкесінше 1,5 жасқа толғанша айына 88.200 теңге алып отырасыздар. 88.200 теңгеден 1,5 жасқа дейін алатын болсаңыздар, 18 ай бойы сіздерге 1.587.600 теңге түседі. Сонда 1.852.000 мен 1.587.600 теңгені қосқан кезде 3.439.800 теңге сіздерге пайда түседі. Енді осы 3.439.800 теңгеден жаңағы 1.032.828 теңге 12 ай құйған шығыныңызды алып тастайтын болсақ, сіздерге 2.406.972 теңге таза пайда қалады. Міне дәл осылай құятын болсаңыздар, сіздерге